Алқа үйлі бір анаға алтын алқа табысталыпты. Берекелі Бейнеудегі әріптесіміз Гүлнұр Сапарова сол көп балалы аналардың бірімен сұхбаттаспақшы. Гүлнұр, сіз тікелей эфирдесіз. Айтыңызшы, қасыңызда тұрған алтын алқа иегері қанша құрсақ көтерген? Сәлеметсіздер, телеарна мереке қарсаңында көп балалы аналарды кеңінен насихаттағымыз келді. Осы орайда Бейнеу ауылындағы руы Түркменадай, оның ішінде есек шаңырағындамыз. Себебі мұнда алтын құрсақты ана 6 емес, 10 емес, 14 сәбиге жарық дүние сыйлаған Еркебаева Айсұлу әжеміз бар. Көңіл-күйіңіз қалай, әже? Аллаға шүкір, жақсымыз. Балдарым, тек еліңіз аман, жұртыңыз тыныш болып, ізіңіздегі ұрпақтар өсе берсін, өне берсін. Аман болыңдар. Дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Жақсы. Әжеміз өмірге алып келген 14 сәбидің бүгінде көзі тірісі 9. Айсұлу апамыздың жасы жақында 80-ге толады, дегенмен де қайраты шымыр, шаруаға пысық, үйдің кейбір тірліктерін жас келіндей өз атқаратын көрінеді. Жаратқан берген қуатының арқасында 2 рет өз аяғымен қажылыққа да барып келген тамаша. Айсұлу әжем, қанша жасыңызда тұрмыс құрдыңыз? Мен 17 жасымда тұрмыс құрдым, 18 жасымда тұңғышымды көрдім. Тұңғышымнан кейінгі балдарым түгел әйтеуір жетісті бірнесі. Мен бала тудым деп отырған жоқпын. Сол жұмыста жүрдім. Ол қалай туып, қалай болғанымызды білмейміз. Таңның атысы, күннің батысы жұмыста жүреміз. Таңертең ерте тұрамыз, кеште кеш жатамыз. Аллаға шүкір, сөйтіп өсірген балдарымыз қазір шүкір Аллаға жаман емес. Әрқайсысы әр үй келіндерінде жақсы, ілімді, білімді, бәрі де мұғалім, ұстаз. 14 баланы өмірге алып келу физикалық тұрғыда, және оларды жетілдіру материалдық тұрғыда қалай әсер етті? Ешқандай да әсер еткен жоқ. Аллаға шүкір, деніміз сау болды. Соның арқасында біздер мына декретке отыруды да білмеппіз, жұмысты істеп жүре беріппіз, баламенен бірге шүкір Аллаға бесікті тербетіп, денім саулықтың арқасында шауып жүре беріппіз, шүкір Аллаға. Тамаша, керемет. Өзіңіз сияқты көп балалы аналарға, болашақта сәби сүйетін ару қыздарға айтар бір ақыл кеңесіңіз болса, тыңдауға әзірміз. Мен ендігі аналарға айтатыным, Құдайым әйтеуір денсаулық берсін. Бала туғанға еш қиналмаңдар. Дүниеге сәби әкелсеңдер өте жақсы. Біріншіден қандарың тазалады, екіншіден денсаулығыңыз жақсы болады. Өздеріңіз күтіп жүруіңіз керек. Балалы болған өте жақсы тәрбиелеп, өніп өсіргеніңіз өте өздеріңізге жақсы болады. Тұрмыс құрыңдар, қыздар, тұрмысқа шығыңдар, өніп өсіңдер. Айсұлу әжемізбен оның жан-жарынан тараған ұрпағы бүгінде үбірлі, шүбірлі болып, 38 немере, 27 шөбереге жетіп отыр екен. Және ерекше айта кету керек, алдағы амал мерекесіне орай Айсұлу әжеміз өзінің руынан жобасы 200 адамды үйінің алдына үлкен киіз үй тігіп, өз қаражатынан дастархан жайып, бәрінің басын қоспақшы. Бұл көпке үлгі боларлық іс. Осындай әулеттің ұйытқысы бар жандардың арқасында ұрпақтары өнегелі тәрбие алып, ауызбіршіліктері мықты, татулықтары бекем болары сөзсіз. Ал енді баталы құл арымас, батасыз құл жарымас дейді. Қазақ өзіңізден бата алсақ, қадірлі көлеммен қолдарыңызды жайсаңыздар. Аллаға шүкір, мен берейін батаны. Алла жарылқ етсін, жарылқаудың қамын етсін, не тілегіңізді тілесеңіз берсін. Алла тағала дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Өніп, өсіп өздеріңізден мына еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, мына келеген реформаларымыз жақсы өтсін, үлгілі, белгілі болсын. Мына қазақ тілі өзімізше өз тілімізді құрметтеп, өніп өсе беріңдер, балдарым, аман болыңдар. Дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Түсіне Аллах бер. Амин. Көп рахмет. Айтқаныңыз келсін, әжей. Сұрақтарыңыз болса, мархабат. Әріптес, енді әжей өзінің немерелерінің есімдерін шатастырып алмай ма? Шатастырмаймын, немерелерім атын шатастырмаймын. Ең үлкен немерем Баубек Айдарбек ұлы деген. Онан кейінгісі Нұрбек Мырзатай
немересі деп енді атасының атына жазылып кеткен. Онан кейінгі немерелерім Айгүміс деген бәрі де ілімді, білімді немерелерім. Аллаға шүкір. Кейіні жетісіп келе жатыр. Бәрі шалымның атына жазылған. Шүкір, немерелердің бәрін атын айтсаңыз айта беремін мен. Жаныспаймын. Ризамыз, 100 жасаңыз деп тілек білдіреміз. Рахмет. Біз әрі қарай одан әрі хабарымызды жалғастырамыз. Ұлттық